Жемқорлық мемлекет пен қоғамның дамуына тежеу болатын, болашағына кесірін тигізетін міндет. Сыбайлас жемқорлықпен күресу бүгінгі күннің күрделі мәселесі болып отыр. Оған осы бастан тоқтау қоймаса, мемлекетте тұрақты өсіп-өркендеу болмайды. Сыбайлас жемқорлықпен күресу үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының сапасын арттырудың маңызы зор. Сыбайлас жемқорлық заман ағасымен бірге өсіп-өніп, мол қаражат, қоғамдық бәсекелестіктермен тамыр жайып отырған кеселдің бірі. Бұл кесел дамығыш мемлекеттер мен жас мемлекеттерімізге орасан зор нұсқау келтіріп отыр. Егеменде өсиет тұранмен сөздерімді білдіремін жырамен, жолмен елбасының жүрек, жемқорлыққа жол жоқ деген ұранмен. Әр ата-ана өнеге берсін балаға, тәрбиесі шоқ жұлдызың жанама. Адалдыққа, даналыққа үйретсең, жылдан таймас арбылғансың санада. Пара алғандар темір тордан әр асар, алса да оны мойындамай санасар. Беделі кетіп, қайры қашып ортадан, мәнді өмір енді қайтып жарасар. Жамандыққа тоқсауылды қояйық, пара алғанның жолы жабық қояны. Қазақстан 2050 айқын жол, күресейік жемқорлықты жояйық. Қазақ елі байтақ болсын десеңіз, жемқорлықтың жолын бірге кеземіз. Сонда ғана жер гүлденіп, ел байып, сонда ғана өркендейміз, өсеміз. Құрметті оқушылар, әрқашанда адамдық жақсы қасиеттерді сақтап, арман мақсат нәтижелерге өз күштерімен, өз мүмкіншіліктерімен жетуге тырысыңдар.